Бірнеше минут ішінде бұрын сағаттар алатын жұмыс Қазақстанның шығыс шекарасында жаңа дәуір басталды. Алакөл кеден бекеті Қытаймен арадағы қақпа және Еуразияның негізгі транспорттық топтарының бірі. Жаппай реконструкциядан кейін бұл енді жай өткізу бекеті емес, заманауи жоғары технологиялық хаб. Өткізу қабілеті 3 есе артты. Күніне 140-тан 450 жүк көлігіне дейін. Шекараны өту уақыты енді бар жоғы 30 минут. Құжаттарды рәсімдеу 15 минуттан аспайды. Бекетте орнатылған тексеру бақылау кешендері, рентген аппараттары, жылу камералары, жолаушы сканері, электрондық кезек жүйесі, салмақ пен көлем өлшегіш құрылғы, 200-ден астам бақылау камералары. Жүк тасымалдаушының құжаттары жүк кабинасынан шықпай-ақ сканерленеді. Барлығы кеден цифрлық жүйесінде және бір терезе қағидасы бойынша біріктірілген бақылауда. Алаң көлемі 9000 шаршы метр. Рәсімдеу залы, техникалық орталық, 6 қозғалыс жолы, экспорт пен импортқа 3-тен. Нәтиже, жүк ағыны 3 есе өсті. Адам ағыны жылына 31 мыңға дейін артты. Алакөл өңірдегі маңызды транзиттік хаб. Бұл тек жаңғырту ғана емес, бұл болашақ стратегиясы.